Assalamualaikum құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомыз құлындарда жиі кездесетін әр алуан микробтар қоздыратын жергілікті сипатты ауру құлындардың таралғыш өкпе қабынуы туралы болмақ. Құлындардың таралғыш өкпе қабыну індетінің ауру белгілері қалай? Құлындарға зияны қалай? Қалай өнімді жолмен емдеуге болады деген сұрақтарға жауап іздесеңіз, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, қолдап қойыңыздар. Бұл індеттің ауру қоздырғышы, бағып басқару шарт жағдайы нашар құлындардың қарсылық қуаты төмендеген орайда организмге жұғып өкпенің қабынуын тудырады. Бұл ауруды көбінесе шіріткіш таяқша бактериясы, өкпе қос көкілді бактерия, тоғышек таяқша бактериясы және іріңдеткіш таяқша бактерия сияқтылар қоздырады. Бұл бактериялар ас қорыту жолы, тыныс алу жолы және кіндік арқылы жұғады. Ауру белгісі бұл шұғыл және созылмалы деп екіге бөлінеді. Шұғыл түрі дене температурасы 41 Цельсий градусқа дейін көтеріледі. Еңсесі түсіп жата береді. Оты азаяды. Жүні құйқалақтанады. Арықтап жүдейді. Тыныс тарылады. Әрі жиілейді. Үнемі жөтеледі. Мұрыннан мөлдір кілегей сұйықтық ағып тұрады. Тыңдап тексергенде өкпе көпіршік дыбысы, сүйкелу дыбысы, кеңірдек ұсақ тамырларының дыбысы естіледі. Қағып тексергенде ауырсынып жөтеледі. Аурудың соңғы мезгілінде іші өтіп қалжырайды. Буындары ісіп сылтып ақсайды. Ал енді созылмалы түрі болса, ерекше жөтеледі. Тыныс алу саны артады. Тыңдап тексергенде қырылдаған дыбыс естіледі. Кейде мойын, арқа, төрт борбай, құйрық бөлімдерінде екізема пайда болады. Бүкіл денесінде сулы ісік пайда болады. Уағында емдемесе ауырған құлын барған сайын қалжырап барып өледі. Ал ендеше емдеу жолына келсек, бірінші 400 000 бірлік пенсилинді 100 мл пирамидонға ерітіп, әр 12 сағатта бір рет бұлшықетке үкілетеді. Сонымен бірге пенсилинді тазартылған суға ерітіп, кеңірдекке лайықты мөлшерде үкілетеді. Екінші, камфорадан 5 грамм, спирттен 30 мл, жүзім қантынан 15 грамм, тазартылған судан 100 мл алып, барлығын қосып толық ерітіп араласпа дәрі жасап ішкізеді. Үшінші, стрептомициннен 500 000 бірлік алып, 3 мл көпейінге ерітіп бұлшықеттен үкілетеді. Сонымен бірге енесінің қанынан 200 мл алып, 3 күнде бір рет қан құйып емдейді. Міне осы 3 түрлі емдеу әдіс-амалынан пайдаланып, құлындардың таралғыш өкпе қабыну індетін ойдағыдай емдеп сақайтуға болады. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.